Шіркін сам өңірінің адамдар-ай, шіркін сам өңірінің табиғат-ай, қарашаның басында ұйтқан қарлы боран. Қоян сүйек, жүзгенді, изенді арын бұйраттар Қызыласкер ауылының қойнауына көмкеріп, мәпелеп өсіріп жатқандай. Шалғайдағы ауылдың өмірі кәдімгідей көңілді. Қасиетті топырағыңа бас ием, мен үшін сен, құдіретті асылың, отанымның бір бөлшегі ауылым, таусылмасын, мен жырлайтын несібеңдей келе, Сам ауылы Маңғыстау облысының берекелі Бейнеу ауданының шығыс бөлігінде 70 км қашықтықта орналасқан. Сам ауылы негізінен Бейнеу ауданының қара шаңырағы болып есептеледі. Жер көлемі 10.290 гектар. Қазіргі таңда Сам ауылында 85 отбасында 531 адам есепте тіркелген. Ауыл тұрғындарына Сам мектеп балабақша кешені, медициналық пункт, Қазпошта бөлімшесі, АТС байланыс торабы, Билайн байланысы қызмет көрсетсе, табиғи газ, электр энергиясы және ауыз сумен толық қамтылған. Іргесі 1949 жылы құрылды. 1973-1995 жылдары Сам Қаракөл қой кеңшарын ұйымдастыруға байланысты оның бөлімшесі есебінде қаланды. Мектеп директоры Сабырғали Оразғалиевтің мерекелік баяндамасында мектептің 1957 жылдан бастап ұзақ уақыт директор болған белгілі педагог Қылыш Өтетілеуовтің сөйлеген сөзінде оқу орнының қазіргідей темір жолы да, тас жолы да, өндіріс орындары да жоқ. Сам өңіріндегі рухани мәдени зор рөлі. Қызыласкер ауылы деп аталуының өзіндік екі түрлі тарихы бар. Бірінші, жердің Қызыласкер аталу себебі 1928 жылдарда ел басына келген зобалаңнан бұл жерде шет қалмаған. Елдегі халық емшілерін мешіт ашып бала оқытқан молдаларды, елдегі ахундарды жаппай тұтқындау жөнінде жазбалар бар. Сам ауылы осы Сам құмының оңтүстік іргесінде орналасқан. Сам құмының теріскей беті, солтүстігінде Ноғайты, Тұрыш деген ауылдар бар. Екінші, бұл жер бұрын Ақтөбе облысының Байғанин ауданына қарасты жер болған. 1947-1948 жылдарда Маңғыстаудың ойынан бұл жерге ел қоныстана бастап, үкіметтің жарлығы бойынша Матай, Жарқұм құмдарына дейінгі аралықты Маңғыстауға берген екен. Көрпежанұлы Тұрман-Ахун 1874-1930 жылдары руы Адай, Шоғы Қырықмылтық Істібай тайпасынан шыққан. Тұрман-Ахун осы жерде мешіт ашып, қырдағы қазақ балаларының сауатын ашуға көп еңбек сіңірген үлкен қайраткер. Осы жерде мешіт медресені қиратуға келген Қызыласкерге қарсы тұрамын деп, солардың қолынан 1930 жылы бүкіл жанұясы опат болған. Құдайдың құдіретімен жалғыз ғана тұяқ Тұрман қызы Ақбалай сол қырғында тірі қалып, Алматыда 2005 жылы қайтыс болды. Тұрман-Ахунның 6 ұлы, 2 қыз жиені бар. Осы Тұрман-Ахун кесенесін қоршатқан інісі Нұрғалидың немерелері. Ал мына елдің, жердің атын, осы жердегі Сам бойындағы жер судың аттарын енді сұрап келіп жатсыңдар ғой, оқушыменен. Енді біздің келіп тұрған жеріміз, мына жер дейтін Теректінің аумағындағы Қошмағамбет деген әулие. Қошмағамбет деген кісі 1864 жылы өмірге келген, осы Самның бойында кезінде. Содан өмірге келіп, осы жерде болып өмір сүріп, мешіт ашып мына жерден бала оқытқан. Түрлі жоғарғы адамдарға бірге қол берген адам дейді. Бірақ өзі мектеп көріп оқымаса да, өзінің
жаңағы парасаттылығы менен өзінің жаңағы миының күштілігінен сабақты жақсы оқыған, сол кезде өзі білген ғылымды, сол кездегі ғылымды өзі дамыта біліп айта білген адам. Сам ауылына қарасты Қошмағамбет Ишан мешіт медресесіне ат басын тіредік. Руы Тобыш Бегей руынан 1864 жылы дүниеге келіп, 67 жасында Ташауыш облысының Сегізаттық деген жерінде жазықсыз атылған. 990 жылға дейін мына құдықтың басынан біздер су алып, мал суарып тұрып едік. Осы жерде мына там салғанда осы жерден мына шараптарымызды қойып, мұздатып айрандарды мына жерден әулет саламыз ғой. Сол кезде қызмет еткен жігіттерге жазда салқын көже болсын деп, салқын су болсын деп осы құдық соны жасап тұрып едік кезінде. Пен Ақбөбек қазақ әдебиетіндегі ғашықтық хикая кейіпкерлері. Бұл оқиға ел арасында кең тараған аңызға негізделген. Ақбөбек сұлулығымен елге танылған байдың қызы, ал Қайып қарапайым жігіт. Екеуі бірін-бірін шын сүйеді. Бірақ әлеуметтік теңсіздік пен ата-ана қарсылығы олардың қосылуына кедергі болады. Соңында бұл махаббат қайғылы аяқталып, Қайып пен Ақбөбектің тағдыры ел есінде мұңды ғашықтар ретінде сақталып қалған.